Біздің жаңа қатысушылардың бірі Мадина. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір өзіңіз. Біздің қатысушылар сізді қалай қарсы алып жатыр? Жақсы. Ешқайсымен әлі танысып, толық сөйлесіп үлгермедіңіз. Өз үміткеріңізді күтесіз. Мақсат сізге ештеңе айтпады ма кеше? Неге келдің деген. Басқа ештеңе айтпады. 5 жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз? Бір отбасына үй ұстап отырған. Мадина ретінде елестетеді, тұрмыста болған. Сондай. Кеше эфирда 21 деп айтты. Жасы Мадинаның дәл қазіргі уақытта 22 жаста. Өзі 30-ға дейін жасыңның қаншада екенін білмейсің негізі. Димаш, неге Эдуардаға контент үшін ақша төлемегенсіз? Тамақтай төледі, тамақтай. Иә, жолға бір тамақ жолға деп Сонда отырмын. Тамақ десеңші. Тамақпен Өйткені бұл жерде менің пайдам үшін емес, екеуміздің де пайдамыз үшін істеліп жатқан дүние. деп ойлайсыз. Ойламаймын, солай. Солай ма? Сонымен кешегі соңғы түсірген контенттеріңізді қайда түсірдіңіздер? Эдуард айтып жатыр, бұл жолы үйде емес деп. Үйде емес, иә. Кешегі емес, ол дәл қазір салынады. Арғын үйге барамыз деймін. Көріп кетіңіздер, факталлау рилс бар емес, бір страницаға өтіңіздер да. Лайк, комментарий жазыңыздар, комментарийдің арасында ақша беремін. Димаш, сіз қанша жастасыз? 23-те. 23 жас. Өзіңізді 5 жылдан кейін қалай елестетесіз? Страшно бай деп есіз. Мәссаған, бай деп елестетесіз. Прям бай. Солай екен. Қазіргі мақсатыңыз баю, иә? Қазіргі мақсатым жан жарым табу. Бәсе? Мал бас екеу болмайды, мал төртеу болмайды. Құдай қаласа 5 жылда үйленіп, бай болдым. Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Қайырлы таң барлықтарына. Бүгін 2:30-да эфирді көрсеңіздер болады. Квартира снимать етіп тұрған кезде қыздармен бөлек тұрдым ғой, мен 9 ай ма 8 ай ма не помню уже. Сол кезде өкінішке орай менің алтын наборымды, отдельно сырғамды тағы да ұрлап кеткен кезінде. Бұдан негізі тағы да бір набор болған, и тағы да бір жүзік болған, ұрлап кетті өкінішке орай. И мен особо даже бижутериядан тақпаймын ғой негізі, құлағыма байқасаңыздар. Енді сол тек қана алтын тағатын боламын. Бұрын аллергия болатын, тек қана алтын тағалатым. Бижутерия тақсам мен құлағым қызарып кететін бұрында.